суды қолыңа алсаң, сөйтіп, қаланың, мысалы айтайын, бір көшеден бір 1-2 километр жаяу жүрсең, мына оң қолыңа ұстаған бутылканы бір қолмен ұстап жүресіз ба? Шаршайды ма? 1 литр су. Шаршайды қолың. Соң мына қолыңа ұстырасың, қайт мына қолыңа ұстарсың. Сіз бен біз анамыздың құрсағына түскен кезде кешке дейін шаршадым мына қарнында баланы көтеріп. Күйеу, сенің де қарның нормальный ғой, мә көтерші мынаны деп эстафетаны бере ала ма сізге? Бере алмайды. Қарны шығып сұрау үлкейген кезде не қырына жатамайды, не ішімен жатамайды, сіз сияқты тек қана потолокты қарап люстраны қалап жатады. Сөйтіп жаны қиналып іші ауырған кезде түнгі сағат 2-де сен мен оятады. Тұршы, ішім ауырып тұр. Ішім ауырып тұр деп оятырмын сен. Сол кезде бәрімізді оятқан шығар. Сол кезде жақтырып бердіңіз. Мен ауырса не істеймін мен? Дедік қой. Дұрыс па? Нағып айтып тұрсың маған. Мен не істеймін? Ана комнатқа бар. Бұл үйде бір тыныштық болмайтын болды да. Кешке дейін жұмыс істеп келем. Енді үйге келсем, сен отырсың мына жерде ішін көрсетіп маған ауырып деп айттық. Біздің әкелеріміз де айтқан. Еркектердің бәрі айтады. Бұл үйде бір тыныштық болмады да. Деп, мына ішін көтеріп алып, шаршадым ғой деп 1 литр суды көтере алмаймыз. 9 ай 10 күн көтерген анамыздың бір ауыз сөзін көтере алмаймыз ау. 1 литр су көтере алмаймыз. 9 ай көтерген салмақты кешке дейін көтерді, мен бұлай тұра тұрсын деп алып қойамайды екен. Сізбен біздің себебімізден аналарыңыз ауру болды. Сізбен біздің себебімізден әкелеріңіз дүние тап, соны біреудің қызметін жасады. Бастықтың боғауызын естіді. Бастықтың сөзін естіді. Үйіне барып, коррупция болса да жұмыс еткізді. Сондай бастықтар бар. Соларға айтып отыр. Естісін, қосып айтып отыр мәдина. Үйіне барып жұмыс еткізді. Сонда да балам үшін соған бір нан тауып келейін деп жұмыс істеді. Сонда сіз бен біз енді бір ауыз сөзін көтеруге келген кезде не айтамыз? Тыныштық болмады. Әрі болса үйге де келгіміз келмейді. Сондай ақуалдан өтіп жатқандарым бар, өткендеріміз бар, әлі өтпей жүргендер бар, соларға сабақ болсын деп айтқым келді. Бүгінгі тақырып әке туралы. Алла субхана ва таала бізді дүниеге келтірмей тұрып, бізді сыртымыздан жақсы көрген, барлықтарыңыз балаларыңызды дүниеге келмей тұрып жақсы көргенсіздер. Шешесінің ішіне түскен кезде мен аяғым ауыр болып қалды дегенде күлімсіреп, чынбей, қойшай деп, құсқанын күтіп, такси козын күтіп жүрдік. Шын құсты ма, құсып атса мәз болды. Ол жыртылып құсып атыр ана жақта. Құлап, біз мәз болдық. Папа болатын болдым деп. Ана жақта роддомда шыңғырып босанып жатады. Сіз бен біз мәз болып жатыр. Біздің әкеміз де сөйткен. Сіз ойлайсыз ғой, сіз ақ сөйтім. Жоқ, сенің әкең де сөйткен. Сен туылмай тұрып, жақсы көріп қуанған. Сені жақсы көрген. Өзі қорқады, еркектердің бәрі қорқады. Әйелдердің 2 қабат кезде іші шыққан кезде, ішін ұстағанға қорқамыз, бір түрлі шығып кететін деп тұрады да ішінен. Ұсташ десе қорқамыз, қойшай, кейін көреміз деп, сөйткен әке боламыз бәріміз. Сөйткен әкесіздер сіздер. Сондайлардан дүниеге кегесіздер сіздер. Енді сол әкелеріміздің қадірі қандай орында? Білеміз әйтеуір, жәннет ата-ананың аяғының астында дегенді әрбір молда, әрбір имам, әрбір шариғат айтып жатады. Бұл сөз күйінде қалған нәрсе ме? Расында біздің әке-шешемізге деген құрмет просто сөз күйінде қалған бізде. Біздің түндегі ауруды айтпай-ақ қояйын. Жер бетінде переводчиктер көп. Қазақшадан орысша, орысшадан японшаға көп аудара береді. Түрік, қазақ бәрі тіл. Бірақ жер бетінде бір переводчик бар екен, оның переводтаған ешкім переводтай алмайды. Ешкім білмейді. Бір ғана адам бар. Ол ана және әке деген переводчик. Қандай переводчиктер? Түнде жылайды бала. Неге жылап тұрғанын шешесі біле ме?